Сәлеметсіздер ме? Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің нөмір 24 мектеп-интернатының химия пәні мұғалімі Ұлдахан Перизат Рысбекқызы. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен оқушылар сіздерге бүгінгі іс-әрекеттеріңізді бағалап отыратын бағалау парақтары таратылды. Оқушылар өткен сабақты еске түсіру аясында сіздерге жөнеле платформасында кім алғыр ойыны беріледі. Ол ойынға ең алдымен QR-код арқылы тіркелеміз. Әріңіздағы бағалау парақтарына әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл белгілеп отырасыздар. Соны ұмытпаңыздар. Іске сәт. Бірінші сұрақ. Аниондар дегеніміз не? Жақсы, сіздердің жауаптарыңыз әрине дұрыс. Теріс зарядталған иондар. Келесі. Төмендегі бөлшектердің қайсысы анион болып табылады? Мұқият ойланамыз. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Келесі сұрақ. Аналитикалық химия қандай ғылым? Жақсы, дұрыс айтасыздар. Яғни барлық жауап дұрыс. Келесі. Хлор анионын анықтайтын сапалық катионды көрсетіңіз. Жақсылап ойланамыз сұрақтарға, дұрыс айтасыздар. Келесі. Гидроксид анионын анықтауға болатын катион анықтаңыз. Әрине дұрыс айтасыздар. Жақсы, катионы. Келесі. Соңғы сұрақ. 19 электроннан тұратын элемент. Әрине дұрыс айтасыздар. Калий. Жақсы. Жақсы, тамаша жұмыс жасадыңыздар. Енді сабағымыздың тақырыбын айқындау мақсатында сіздерге бейнежазба көрсетіледі. Сол бейнежазбаға назар аударыңыздар. Егер біз магний, алюминий және мырышты сұйылтылған тұз қышқылмен өңдейтін болсақ, магний мен мырыш жағдайында қарқынды реакция жүретінін байқаймыз. Ал алюминий бастапқыда мүлдем әрекеттеспейтіндей болып көрінеді. Алюминий сұйылтылған тұз қышқылмен әрекеттеспейтін болса, белсенділік қатарында неліктен магний мен мырыштың арасында тұрады? Белсенді алюминий ауамен әрекеттескен кезде металды қышқылдың әсерінен қорғайтын алюминий оксидінің қорғаныш қабатын түзеді. Алайда оксид қабаты концентрлі тұз қышқылмен өңделгенде еріп кетеді. Қышқыл металдың бетіне жеткен кезде реакция қарқынды жүреді. Металл бетінде қорғаныш оксид қабатының түзілу құбылысы пассивация деп аталады. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде берілген рәсет теңдеулер бойынша есептеулер. Енді дәптерімізді ашып бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазып аламыз. Енді осы сабақ тақырыбына сәйкес өздеріңіз қандай мақсат қояр едіңіздер? Оқу мақсатын айқындап алсақ. Жақсы, сіздердің мақсаттарыңызға сүйене отырып, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әрекеттесуші заттардың біреуі артық берілген рәсет теңдеулері бойынша есептеулер жүргізу. Бүгін осы мақсатқа жету үшін сіздермен бірнеше әрекеттер бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Іске сәт. Келесі бізде топтық жұмыс Classroom Screen платформасында берілген тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сіздерге берілген есеп массасы 15 грамм калий гидроксиді бар ерітіндіні массасы 30 грамм алюминий хлориді бар ерітіндімен араластырғанда неше грамм алюминий гидроксиді түзіледі. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Жақсы, бірінші топ сіздерден кім жауап береді? Балнұр жауап береді. Сіздердің ұсынған алгоритмдеріңіз әрине дұрыс. Келесі екінші топ Әмина жауап береді. Сіздердің есептеріңіз жауаптары 6,9 грамм дейді. Яғни екі топта өзара бір-бірін бағалайтын болсақ, яғни бірінші топтың ұсынған алгоритмі әрине дұрыс. Осы алгоритмге сәйкес екінші топтың шығарған есептердің жауабы әрине дұрыс. Жақсы, жарайсыздар. Әр топ өздеріңіз әрекеттеріңізді бағалау парағына бағалауды ұмытпаңыздар. Жақсы, келесі тапсырма бізде жұптық жұмыс. Бірінші сіздер барлықтарыңыз QR-код арқылы тіркеліп Learning Apps платформасында есептің шығару алгоритмінің реттілігін анықтайсыздар. Екінші есеп 29,2 грамм тұз қышқылы мен массасы 44 грамм натрий гидроксиді бар ерітінділерді араластырғанда түзілген ас тұзының массасын есептеңіздер. Үшінші тапсырма 120 грамм қорғасын сульфиді 360 мл 15% тұз қышқылымен тығыздығы берілген 1,75 грамм миллилитр
әрекеттескенде қанша литр газ түзіледі? Есепті шығарып, есепті шығару алгоритмін құрастырыңыздар. Оларсақ, Learning Apps платформасына берілген тапсырма есепті шығару алгоритмін дұрыс ретін құрастырыңыз. Жақсы, жауабын тексеретін боламыз. Әрине дұрыс, жарайсыздар. Келесі еркін микрофон әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді, не түсінгендеріңізді, сіз үшін қиындық тудырған сәттер туралы өз пікірлеріңізді 2-3 сөйлеммен қорытындылап айтсаңыздар. Үйге тапсырма: 21,2 грамм натрий карбонатына 4,9 грамм күкірт қышқылы бар ерітіндіні құйғанда түзілген газдың салмағын, көлемін және зат мөлшерін анықтаңыз. Реакцияға толық түспеген заттың артық салмағы қанша? Осы есепті шығарып келесіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.